Әділет Құндызға гүл шоқтарын сыйлап үйленуге ұсыныс жасады. Бір болайық жобасының бұрынғы қатысушылары Әділет пен Құндыз қайта қосылды. Ұзақ ажырасудан кейін Әділет Құндызға қайта келіп, гүлмен махаббатын көрсетіп, Құндызды көруге асықты. Көріп отырғаныңыздай, Құндыз Әділетті жылы жүзбен қарсы алып, Әділеттің гүл шоқтарын қабыл алды. Құндыз, біз Әділетпен 2,5 ай мүлдем сөйлеспедік. Көрісуіміз осы. Бір-бірімізге ләм дейтіндей де уақыт болмады. Өйткені екеуміз де жұмысымызға кеттік. Бір болайықтың 6 маусымы аяқталғаннан кейін Әділет Құндызға жазда көптеген сыйлықтар мен гүлдер жіберді. Бірақ Құндыз Әділеттің гүлдерін қабылдамады. Әділет әлеуметтік желідегі парақшасында Құндызды белгілеп, оған жанашыр сөздер жазды. Ол өзінің тікелей эфирінде жанкүйерлеріне Құндызды әлі ұмытпағанын және оны жақсы көретінін айтты. Бірақ Құндыз Әділетті парақшасынан өшіріп, көптеген адамдарға махаббат хикаясының аяқталғанын айтты, себебі барлығына белгілі. Естеріңізге сала кетейік, бір болайық реалити шоуының 6 маусымында Бентта жұмыс істейтін Әділет эфир кезінде Шах мырзаға Құндызды жақсы көретінін айтқан болатын. Құндыз да Әділетті бұрыннан танитын. Олардың махаббат сәттері эфирде жалғасты. Әділет Құндызға тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап, Құндызға Камила ханымның жүзігін сыйлағанын әлі ешкім ұмытқан жоқ. Құндыз иә деп жауап берді. Бірақ Әділеттің анасы Құндызды келін қылуға қатты қарсылығын білдірді. Бұл туралы күнде эфирде айтылды. Осыдан кейін олардың махаббаттары судай басылды. Құндыз жылап эфирге шықпады. Нәтижесінде олардың махаббат хикаясы аяқталды, қанша қиыншылық көрсе де. Әділеттің Құндызға деген махаббаты сөнбей, керісінше оттай жалындады. Әділет бір болайық маусымы аяқталғаннан кейін де махаббат үшін күресті жалғастырды. Көріп отырғаныңыздай, Құндыз қызымыз ақыры Әділеттің гүлін алды. Бірақ ол өз парақшасында махаббат па, достық па деп интрига жасады. Қалай десек те, қызы бардың назы бар дегендей, осы 2 жастан жақын арада той күтеміз.